Торғай топырағы, Торғай тарихы, Торғай таңы, Торғай тарланы, Торғай тарханы, Торғай өзені, Торғай өлкесі, Торғай көтерілісі, Торғай толғауы. Бірінен бірі оза шапқан қандай сұлу тіркестер десеңізші. Осы жердің тумасы ақын ағамыз Ғафу Қайырбеков Торғайдың өзінен өзі туралы аңызы өсіп келе жатқан өлке, даңқы озып кеткен дала деп бекер айтпаған. Шындығында Торғайдан шыққан тарихи тұлғаларды тізе бастасаң, саннан жаңыласың. Ал осы өлкеге келген өзге өкілдер мидай даланы көргенде ит байласы тұрғысыз жер екен деп бастарын бір шайқаса, сол сахарада туған ата әйгілі даналар мен тума таланттардың туындысына тағы таңдай қағатындығы туралы таным қалыптасқалы қашан. Олардың алдында және кейінгі дарабоздары мен тарландары қаншама. Ақын Сырбай Мәуленін жырлағандай, қызғанбаңдар ақындар, мақтауға оны хақым бар. Мен туған жер кішкене Торғай деген аты бар демекші, сол кішкентай Торғайдан қаншама тұлғалар шықты. 18 ғасырда қазақ ұлысын бір тудың астына жинаған Абылай ханның ақылшысы һәм серігі, жоңғарларға қарсы соғыста қол бастаған батыры, қазақтан шыққан тұңғыш Тархан, Қошқар ұлы Шақшақ Жәнібек, 19 ғасырдағы ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин, 20 ғасырдағы қазақ халқының ар ожданы, ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынұлы, алаш ардагері Міржақып Дулатұлы, халық батыры Амангелді Иманов, революционер Әліби Жангелдиндей нарқасқалар шыққан. Міне, осы ежелгі Торғайдың тарихи атауы сол елден түлеп ұшқан хас ұлдармен асқақтап, барша бұқараға аян болса, ал сол Торғайдан шыққан тарихи тұлғалардың ерекше қасиетпен даралануы көне Торғай топырағы киесінің құдіреттілігінен болса керек. Тарихи қойнауы тереңде жатқан Торғай жерінің тарихына көз жүгіртсек, Торғай есімі тым әріге сілтейді. Халық қамқоршысы, бей философ дана Асан Қайғы Торғай өзеніне қарап, ақ суың бал татитын, ақ шабағың май татитын екен деп тамсанған дейді. Бұған қосымша тағы бір дерекке назар салсақ, Торғай даласының сан ғасырлардан белгілі екендігіне көзіміз жете түседі. Торғай даласы ескі болғанымен Ресей жеріне қатынастың ең маңызды керден жолы болды деп жазды. Владышев пен Муравьев деген зерттеушілер бұл жолмен 1283 жылы Италия саяхатшысы Рубик Еділден бастап, Жайықтың жоғарғы жағынан Созақ, Құмкент арқылы Іле қаласына дейін жүріп өткен. Орта Азиямен байланыстыратын маңызды керуен жолы болды. Ол жолмен тауар тиеген керуендер жүретін еді. Сондай-ақ бұл жолмен қалай Ресей және батыс емшілері жүріп өтті деп сол заманның өзінде-ақ Торғай даласы деген сөз тарихта екендігін көрсетеді. Киелі Торғай жері туралы жазылған еңбектерге тоқталатын болсақ, 1990 жылы облыс әкімінің орынбасарының қызметін атқарған Ырысты Сариева, облыс әкімі Қосабаев, Торғай боксит кен басқармасының директоры болған Лев Сатников, көрнекті мемлекет қайраткері, тарихшы, этнограф, өнер зерттеушісі, ғалым, партия қызметін атқарған өзбекәлік Жәнібектер жалпы Торғай елінің тарихы, Торғай дарабоздары мен ел ішіндегі атақты өнер жұлдыздары және 1956 жылы арқалық құрылғаннан бастап 1988 жылы жабылғаннан, одан 1990 жылы ашылып, торыққан Торғай жері 97 жылы тағы да тоқырауға ұшырап, нарық қыспағына алынғанын өз еңбектерінде сөз етті. Олардың қатарына тоқтала отырып, талдау жасайтын болсақ, Ырысты Сариева өзінің Текті Торғай кітабында тым ертедегі өлке тарихынан бастап, қазіргі кездегі тарихына да тоқталған болатын. Ал Лев Ситниковтың Торғай алыбының тынысы кітабында бұрын құрғызылған кең далада қанатты металл боксит кенінің пайда болуы, оның өркендеуі мен келешегі туралы жан-жақты әңгіме болады. Сонымен бірге кәсіпорын жұмысшылары, олардың қыр-сырлы да жемісті еңбегі баяндалады. Өнер зерттеушісі, ғалым Өзбекәлі Жәнібеков болса, Тағдыр тағылымы атты естелік кітабында өзі қызмет еткен кездегі қала тынысына, ондағы мәдени орындар, мұражай, кенші мәдениет үйінің құрылысының салынуы мен пайдалануға берілуі, ондағы алғашқы қойылған спектакль, облыстық филармония, шертер, метелица фольклорлық этнографиялық ансамбльдері, цирк тобы, отырар сазы оркестрінің құрылуы туралы сөз еткен болатын. Атамекен ата-баба мекені қазақ тарихынан өзіндік орын алған қарт Торғай өңірі ұлы даналардың төсіне таққан алқасы, тарихтың алтын сандығы іспеттес. Ақиық ақын Ғафу Қайырбеков ішіне оқиғаны тиеп сықап, тарихтың қойып кеткен арбасындай деп туған Торғайының ғасырлар беделдеген таланы мен талайын көркем өрнектеп кестелеп, Торғайым ашық аспан астындағы мұражай ғой деп естелік сөзін қалдырған еді. Бүгінде Киелі Торғай жерінде 5 мұражай бой көтерген. Шақшақ Жәнібек батырға,
алаш арыстары Ахмет Байтұрсынұлы мен Маржақып Дулатұлына, Ыбырай Алтынсаринге, Әліби Жангелдинге арналған мұражайлар мен халық ақыны Нұрхан Ахметбековтің музей үйі бар. Әрқайсысына тарих қойнауының тылсым сыры тұнып тұрған секілді. Торғай жерінің, елінің тектіде қасиеті тарих беттерінен өшуі мүмкін емес. Әлі де халқын сүйсіндіретін ерде, ділмар шешенде, көмейінен жырда, әнде, күйде төгілген ақындар да, жыршылар да, әншілер де, күйшілер де шығатыны сөзсіз. Ұрпақ тағылымалар қасиетті істер өмірге келетініне күмәнім жоқ. Келешекте Торғай даласы даңқы әлемге жайылған, гүлденген жерге, өнері өрге басқан бақытты елге айналатындығына еш күмән жоқ. Сөз соңында туған өлкесі мен әдебиетін дамытуда көп еңбек сіңірген қайраткерлердің кіндік қаны тамған, табанының ізі қалған қасиетті Торғай жерінің абыройы асқақтап, өсіп өркендей берсін деген игі тілегімізді білдіргіміз келеді.